Келесі 4-те 16 есеп. Төбелері А, В, С нүктелерінде орналасқан үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыздар. Үшбұрыш берілген. А, В, С. Оған медиана жүргізейік. Медиана табанын қақ екіге бөледі. Және тағы бір медиана жүргізейік. Бұл табандар қақ екіге бөледі. Енді медианалардың қиылысу нүктесін О деп белгілейік. Осы О нүктесінің координатасын табу керекпіз. Бізде үшбұрышта медианалардың қиылысу нүктесі, медианалар қиылысу нүктесінде бірдің екіге қатынасында бөлінеді. Сонда қиылысқан жері N, F деп белгілей алайында, AN-нің AO-ға қатынасы бірдің екіге қатынасына тең екен. Енді BC қабырғасын қарайық. Осы жерде N оның қақ ортасы. Енді N нүктесінің координатасын табайық. Ол үшін x1 деп жазайық. Яғни x1 мен x2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Онда 3 қосылған 1 бөлінген 2. Нәтижесі 2-ге тең болады екен. Енді y1 табамыз. Ол дегеніміз 4 қосылған 6 бөлінген 2. Нәтижесі 5-ге тең болады екен. Бұл бізде N нүктесінің координатасы. Яғни 2 мен 5-ге тең болады. Енді AN кесіндісіне қарайық. О нүктесі оның қақ ортасы емес. О нүктесі оны бірдің екіге қатынасында бөледі. Енді о нүктесінің координатасын табу үшін мына бір формула пайдаланамыз. Яғни x дегеніміз ол x1 қосылған лямбда x2. Бұл лямбда деп отқанымыз оның қатынасы. 1 қосылған лямбданың өзі. Енді орнына апарып қояйық. 2 қосылған 2-ден 0,5 алайық. 0,5 көбейтілген 2 бөлінген 1 қосылған 0,5. Нәтижесі бізде мынау 3-ге тең болады. 3 бөлінген 1,5 онда 2-ге тең болады екен. Ал енді y табайық. Бірден орнына қояйық. Сонда 5 қосылған 0,5 көбейтілген 1 бөлінді 1 қосылған 0,5. Нәтижесі бізде 5,5 бөлінген 1,5 55 бөлінген 15 деп алайық. Ол дегеніміз сонда 3-тен 11-ге тең екен. Сонда О нүктесінің координатасы бізде 2 мен 3-тің. Келесі есебіміз 4-те 20 есеп. Абсциссалар осінен А нүктесі және В нүктелерінен бірдей қашықтықта жататын нүктені табыңыздар делінген. А нүктесінің координатасы берілген, сол арқылы біз А нүктесін тауып алдық. Дәл солай В нүктесінің координатасы арқылы В нүктесін тауып алдық. Енді абсцисса осінен де, яғни x-тің бойынан бірдей ара қашықтықта жататындай, яғни бір нүкте аламыз, оны С деп белгілейік. Сол нүктемен В нүктесімен, сол нүктемен А нүктенің ара қашықтығы бір-біріне тең болатындай нүктені белгілеңіз деді. Сол нүктенің координатасын біз x және 0 жоқ, сондықтан y жоқ, оны 0 деп белгілейміз. Енді VS мен AC-ның ара қашықтығын табайық. VS-ның ара қашықтығын табу үшін формулаға саламыз. Ол дегеніміз VS тең түбір асты, яғни координаталардың қосындысын квадраттаймыз. X қосылған 3-тің квадраты қосылған 0 азайтылған 4-тің жақша сыртында квадраты. Формула бойынша. Ал AC-ның ұзындығын табу үшін біз x азайтылған 1-дің квадраты қосылған
0 азайтылған 2-нің квадраты деп жазып аламыз. Енді В-сының және А-сының және В-сының ұзындықтарын тауып формуласын жаздық. Енді екеуі теңестірейік. Егер екеуі тең болатын жағдай болатын болса, бұл ненің сын нүктенің координатасын таба аламыз деген сөз. Сонда x қосылған 3-тің квадраты қосылған 0 азайтылған 4-тің жаңша сыртында квадраты түбірге алайық. Дәл солай x азайтылған 1-дің квадраты қосылған 0 азайтылған 2-нің квадраты. Енді екі жақты да квадраттайтын болсақ, түбірлер жойылып кетеді. Сонда бізде қалды. Мынаны бірден формула бойынша ашам. X квадрат қосылған 6x қосылған 9. Так, 4, 16 болады. Плюс 16. Ал келесі жақшаны ашатын болсақ, x квадрат минус 2x қосылған 1. Так, 2 болады, 4 болады екен. Қосылған 4. Енді x квадраттарымыз жойылып кетеді де. Так, ананы қосып жіберетін болсақ, 8x тең минус 20-ға тең болады. Сонда x-імізден минус 20 бөлінген 8. Ол деп отқанымыз минус 2,5-ке тең. Сонда сын нүктесінің координатасы минус 2,5 пен 0